Так, Жәлел Абдуллаев зияткерлік мектебінің ашылуы 2024 жыл 2 қыркүйектен басталып ашылған болатын. Ашылған кезде мектебімізде 702 оқушымен аштық, 50 шақты мұғаліммен. Қазіргі таңда мектепте 850-ге жуық оқушы бар. 77 мұғалім, негізгі пән мұғалімдері жұмыс атқаруда. Мектебімізде өткен оқу жылында 11 класты 50 оқушы бітірді. Алтын белгіден 6 оқушы, бір үздік. Ол оқушылар барлығы ОБТ-да өзінің білімін ақтап, алтын иегерлер өздерінің білімін ақтай алды. Қазіргі таңда 11 класста тағы 53 оқушымыз бар. Оларда ОБТ-ға дайындау жұмыстар қарқын жүріп жатыр. Олар ішінде 5 алтынға үміткеріміз бар. Негізі мектептің білім сапасы қазіргі таңда 56%-пен 2-ші тоқсанда аяқтадық. Мұғалімдердің сапасы кешегі тексеруден 35% болып тұр. Қазіргі таңда 2 шебер мұғалім бар, 9 зерттеуші бар, 17-ге жуық сарапшы мұғалімдер сабақ беруде. Ал енді аудан көлемінде, республика, облыстық көлемінде болып жатқан барлық пәндік олимпиадалардан оқушылардың жүлдегерлері бар, орын алғандар бар. Қазір енді бір оқушымыз республикаға дайындалып жатыр. Қазақ тілі пән әдебиеті бойынша республикалық олимпиадаға 6 класс оқушысын дайындап жатырмыз. Негіз мектептің жетістігі жеткілікті. Мына Қазақстан еліне танылған Идрисов Әнвар деген баламыз бокс бойынша кеше ғана Германияға барып олимпиада жүлдегері болып келді. Бізде бұл мұғалімдер, ұстаздар бөлімі. Бізде ұстаздар осындай өздерінің сабақтан тыс уақытында өздерінің жұмыстарын атқарады. Барлығы қазір таңда мына өздерінің әрқайсысы сабақтарына дайындылығы. Саламатсыздар ма? Мен осы мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Бұл мектеп 2024-2025 жылы оқу жылында бастаған және осы аз уақыттың ішінде көптеген жетістіктерге жетіп үлгердік. Осы 2 жыл ішінде біздің оқушыларымыз көптеген олимпиадаларға, ғылыми жобаларға және спорт секциясынан көптеген жүлделі орындарға ие болды. Солардың бірі Абдуқайымова Мұхлиса оқушымыз аудандық ағылшын тілі пәнінен 1-ші орын алып, ал қазіргі таңда IELTS-қа дайындалып жүр. Және осы жазда, Құдай қаласа, мектебіміздің атын көпке шығарады деген үміттеміз. Мен осы мектепке өз алғысымды білдіремін, себебі бізге осындай мүмкіншілік жаратып бергеніне, яғни бізге IELTS-қа тегін дайындықпен өз білімімізді жалғастыруға осындай мүмкіншілік жаратып бергеніне мен өте қатты қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме? Мен осы Жәлел Абдуллаев зияткерлік мектебінің 9-шы сынып оқушысы Махамбет Карим Зияда боламын. Менің таңдау бағытым гуманитар бағыты, яғни ағылшын тілі және дүниежүзі тарихы. Мен осы бағыт бойынша көптеген жетістіктерге жетістім. Соны мысалы қолып айтатын болсақ, алдыңғы жылы мен ауыл олимпиадасының облыстық кезеңінің 3-ші орын иегері болдым. Сонымен қатар пәндік олимпиаданың аудандық кезеңінің 1-ші орын иегері болдым. Менің есімім Сабыржанов Азизбек Акмалұлы. Мен Жәлел Абдуллаев зияткерлік мектебіне қадам басқанымда ағылшын тілі деңгейім бегинер болатын. Осы мектепке келіп, мен 7 ай көлемінде бұл период IELTS journey деп аталады, яғни IELTS-ға дайындалған кезеңде мен 7 ай көлемінде IELTS-тан 6-0 нәтижесіне қол жеткіздім. Және мен бұған өз оқытушыларыма мың алғыс айтамын. Мен осы Жәлел Абдуллаев мектебінің 11-ші сынып оқушысы Манапова Малика. Осыдан 2 ай бұрын IELTS тапсырып, IELTS-тан 5-5 деген балды қолға кірттім. Және де IELTS-та бұл ОБТ бойынша 46 балл болып есептеледі. Менің қазіргі таңдап отырған комбинациям дүниежүзі тарих ағылшын тілі комбинациясы. Және де бұл пәнді маған алып жүруге жәрдем беріп жатқан мұғалімдеріме өте үлкен алғыс айтамын. Бізде осы тұрған жігіттер Қайымов Шағзат, Идрисов Әнвар. Қайымов Шағзат бізде 2 жылдан бері осы жерде спорттан ұстаздық қылады, бокстан және бапкер. Көп шәкірттер шығарып жатыр қазір ауылымызда. Спорт білесіздер, ең қажет жастарымыз үшін спорт ең маңызды. Сол себеп балаларымыз қазіргі шәкірті 30-40 баланы осы Жүйнек ауылы бойынша балаларды дайындайды спорттан. Соның ең негізі мына Идрисов Әнвар баламызды 2 жылдан бері осы мектебімізге келгеннен бері біз қаржы жағынан, спорт зал жағынан, барлық материал жағынан көмек беріп,
қазір таңда үлкен жеңістерге жетіп келіп отыр. Әнуар баламызға келетін болсақ, медальдар, жетістіктер түсіндіріп, таныстырып өтетін болсақ, мына бір медалы, мына Қазақстан чемпионы. Бірінші содан басталып, Қазақстан бойынша барлық неден жеңіп, Қазақстан чемпионы болды. Одан кейінгісі Иорданияға барып, еліміздің көк туын көтеріп, 3-ші орын алып келді. Одан кейін Ресейге Санкт-Петербург қаласына барып, 60 килограмм бойынша 1-ші орын алып келді. Биыл Германияға Франкфурт қаласына барып, Еврокубоктан 1-ші орын алып келді. Қазір таңда біздің үлкен бір мақтанышымыз, бұл тек қана біздің емес, еліміз Қазақстан еліміздің мақтанышы, көк туымызды көтеріп, қазір еліміз бойынша барлық деңгейде боксқа барып жүр. Мен атым Идрисов Анвар, осы Жайлы Абдуллаев зияткерлік мектебінің 11 класс бітіруші түлегімін. Осы мектепте біз үшін барлық жағдай жасалған, Құдайға шүкір. Барлық жерді барып, көріп, келіп атырық, Аллаға шүкір. Бәріне рахмет айтамыз. Бұнымен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта ертең апрельдің 5 мен 20 аралықта Индонезияда чемпионат Азия бар. Құдай қаласа соған дайындалып жатырмыз. Сонда енді алтын медаль алып келеміз деген ниетіміз бар. Алдағы уақытта үлкен жоспарларымыз бар. Бәрі өзіміздің сол еңбектің артында, екінші осы Нұрсұлтан ағамыздың қолдауының артында болып жатыр, Құдай қаласа. Абай Құнанбайұлы құлақтан кіріп бойдалар. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып. Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойда жылтып. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймайма бастауға. Біреу түртсе, я қақса, бой тоқтамас жасқауға. Бір күйгізіп, сүйгізіп, ескі өмірді сүргізер. Өмір тонын кигізіп, жоқтан барғып жүргізер.